Қазақ халқы үшін қашанда бар бақыт бала боп табылады. Сондықтан да болар табиғат пен тіршіліктің ең сұлу көріністерін балаларына теліген. Анасы ботам, құлыным деп еркелетсе, әкесі жұлдызым, гауһарым деп асқақтатқан. Ал ұстаз өзінің шәкірттерін қарлығашқа теңейді. Әулие құс атанған қарлығаштың бойына керемет қасиеттер тұнған. Ол өз ұясына қайтып оралатын, уақытының көбін аспанда ұшумен өткізетін, еңбекқор, адамзатқа жанашыр құс. Сол секілді Шынар апай өз сыныбын білім алған ордасына Қазақстанның түкпір-түкпірінен алғыс жолдайтын, ел үшін еңбек ететін нағыз азаматтар ордасы деп есептейді. 7-ші сыныптан бері жетекшілік етіп келе жатқан бұл класы мектептің ең мақтаулы тобы. 9-ші сыныпқа дейін 20 оқушы білім алса, қазір 15 түлек көкке қанат қақпақ. Әр шәкірті өз алдына бір төбе. Білім додасы, пәндік олимпиадаларда ағылшын тілі, тарих пәндерінен жүлдегер атанған білімпаздар бар. Арыстан әскери патриоттық клубының мүшелері боп саналатын сыныптың бір топ оқушылары Мағжан ақын жырлаған сенімді ақтап, Ресей Федерациясына Мұхалжар ауданының атынан барып жүлдегер атанды. Суретке жан бітіре салатын таланттылар, дөңгеленте би билейтін, әуездете ән салатын дарындылардың ордасы дерсіз бұл сыныпты. Әскери патриоттық сайыстарда жүлдегерлер боп танылды. Волейбол, бокс, спорт турнирлерінде бақ сынаған чемпиондар қанжығаны майлады. Өмірдегі орынды мәселелерді әзілмен әрлеп, әдемі жеткізер КВНшылар да осында. Кесте тігіп, ою ояр шебер қыздар, қазақтың жақұт дәстүрі аңшылықты дәріптеген жігіттердің бар екендігінде мақтанышпен айтуға болады. Қоғамдық іс шаралардың бел ортасында жүріп, кейінгі іні қарындастарына ізгі істерін үлгі ете алады. Бүгінде әр шәкірттің бойында сан арман, үлкен асу тұр. Креативті өмірге бейім, ақ пейілді шәкірттердің қашанда жолы боларына ұстаздары нық сенеді және ыстық лебіздерін жолдайды. Құрметті мектеп түлектері, сізге мемлекеттік емтихандарда және ұлттық бірыңғай тестілеуде сәтті болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Міне, кішкене ғана шалыс кеткен жерлеріңіз болса, біз әрқашанда кешіреміз, себебі сіздер біздің балаларымызсыздар, шәкірттерімізсіздер. Сондықтан да сіздерді тек қана алдағы уақытта жақсы жақтарыңыздан естейік, көрейік, сендердің жақсы азамат болғандарыңызға көзімізді жеткізейік. Сіздерге сәт сапар, ақ жол, ең басты, бастарың аман, дендерің сау болып, осы өмірде өздеріңнің жақсы, өздеріңе лайық орындарыңды табуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Сәт сапар. Уважаемые выпускники 2018 года, для вас сегодня особенный день. Особенный, потому что прозвенел последний звонок. Прощание с детством, прощание со школы, прощание с учителями. Перед вами стоит большая работа – сдать экзамены, сдать единое национальное тестирование и получить хорошие баллы. Вы должны применить все свои знания, которые получили в стенах школы. Желаю вам, чтобы сбылись все ваши мечты, чтобы вы достигли больших целей, чтобы исполнились все задуманные. Добрый путь. Жолдарың ақ болсын, армандарың орындалсын. Қымбатты мектеп түлектері, міне бүгін сендер үшін соңғы қоңырау. Әрине бұл күн әркімнің есінде мәңгі қалары анық. Енді санаулы күндерден кейін сендер оқушылық өмірді тарихтың еншісіне қалдырып, өмірдің екінші белесіне өту үшін, жолдама алу үшін ұлттық бірыңғай тест тапсырасыңдар. Осы жолда қателеспей,
өздеріңнің жүректерің қалаған мамандықтарыңды дәл тауып, қалаған оқуларыңа түсуіңді шын жүректен тілеймін. Еліміздің болашағын дамыту үшін үлес қосады деп сендерді сеніммен айта аламыз. Мектеп сендерменен мақтанатын болсын. Мектепті тек қана жақсы жаңалықтарменен келіп қуантып тұрыңдар. Шынар апайдың алғашқы сыныбы ұстаз үшін қашанда қымбат әрі ыстық. Түлектерге қарлығаштарым қанаттарың талмасын деп ұстазы қол бұлғайды. Я, орындалсын армандар, биікке самғаңдар, қарлығаштар.